Екінші наурызда өткен Сенаттың жалпы отырысында депутат Әлібек Наутиев Еуразиялық экономикалық одақ елдері мен Қазақстан аумағындағы транзит көлеміне қатысты дерек келтірді. Депутат Наутиев қандай мәлімдеме жасады және рас сөйледі ме? Бірге тексерейік. Уәкілетті органның ақпараты бойынша Еуразиялық экономикалық аймаққа мүше мемлекеттердің аумағында 2021 және 2022 жылдары транзиттің жалпы көлемі 9,7%-ға өскен. Жалпы бұл мәлімдемені тексерген кезде сенатор нақты қай өкілетті органның дерегіне сүйеніп отырғанын анықтай алмадық. Себебі Наутиев қай дерекке сүйенгенін де нақтыламады. Ал мұндай статистикаға жауапты Еуразиялық экономикалық комиссияның 2022 жылғы қорытынды дерегі әлі жарияланбаған. Осы комиссияның ең кейінгі дерегіне сүйенсек, жүк тасымалдау индексі 2022 жылдың қаңтар-наурызында өткен жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 1,6%-ке ғана артқан. Яғни ақпарат нақты дәлелі жоқ. Осы кезеңге Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тасымалданған тауарлар транзитінің көлемі 13%-ға көбейген. Және Қазақстан Республикасындағы импорт көлемі 2022 жылы 28%-ға ұлғайған. Ал бұл мәлімдемені шындыққа жақын деп айтуға болады. Себебі 2022 жылда 2021 жылмен салыстырғанда ел аумағы арқылы өткен транзиттік жүктердің көлемі 12,6%-ке, не 26,8 миллион тоннаға көбейген. Ал дәл сол уақытта Қазақстанның импорты депутат айтқандай 28%-ке емес, тек 20,8%-ке артқан. Каналға тіркеліңіздер, лайк басуды, видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.